конкретно беспредел вообще. Мынадан мен саусағым шықпайды. Мынадан мен саусағым шықпайды. Бұлай подставить етіп бір бәле қылып жабыстырып жібермесе, мынадан мен саусағым жоқ. Но менікі емес, мен толығымен мойындамаймын. Өйткені мен 293 часть 3, 287 часть 3 пен 3 жыл 3 ай бас бостандығымнан айырылғам. Хранение оружия не екенін білемін мен. Мен оружиямен сотталғам. Именно осындай қарумен сотталғам. Бірақ о кезде мен адамдарды атып, сол жерде ерегісіп, бірақ мен оны толығымен өтеп срогымды үстіп шыққам. Қазір жұмыс істеймін, әйелім бар, балам бар, кішкентай 5 айлық. Сөйтіп маған келіп бірдеңені мойныңа ал деп отыр. Алмаймын десем, сендерге получать етесің міне. Сөйлескім келмей тұрма, конкретно міне, подстава, короче. Үйімді тексерді, мен мына жерде тұрмаймын десем де, әке-шешең үйі жүр, ол жерде возможность болмады, бірақ комната сала алмады ештеңе. Мен қасында тұрдым, мына жер дала кішкене. 5-6 сотық жері бар. Алды да үйдің артына тығып қойып, үйден шығып келіп, сөйтіп тексертіп жатыр. Артайт мынау подстава конкретно. Не үшін, неліктен кеп тұрған, вообще түсініп тұрған жоқпын. Просто не үшін біз сотталғанбыз, сол үшін. Біз сотталғанбыз, қарапайым халықтың баласы сотталғанбыз. Ағамыз жоқ, көкеміз жоқ, төбеде жоғарыда отырған шешетін. Сол үшін дәл соттайын деп жатыр, короче. Егер маған бірдеңе болса, міне мына кісімен, мына кісілер жауап береді, міне. Осы 3 кісіні түсіріп алыңыздар. Департамент Алматы УБОП. Осы кісілер жауап береді. Егер маған бірдеңе болса, өміріме бірдеңе болса, осы кісілер жауап береді. Қазір менде гематома жоқ, ештеңе жоқ. Ештеңе. Қазір ұрама, тоқ қақтырама, басын тұншықтырама, білмеймін. Немек право үйтуге. Сол, короче. Мені келіп тексеріңдер, короче. Жарай ма? Конечно, аз барым ғой, қайтамасын. Лично адвокатыммен кіремін, адвокатсыз кірмеймін мен департаментке. Тек кішкене. Тыныштық берші, пожалуйста. Жоқ, тыныштықта тез кішкене мына жаққа тұрыңыз. Бұл түсіре Жерде беріңіз. менің баламның өмірі кетіп жатыр. Сенің басыңа келмейді ма? Тәте. Құдай басыңа салсын. Сені басыңа келмесе, балаларыңды басыңа келсін. Солай айтпай-ақ. Бұл жерде менің баламның өмірін сендер жоққа көз талқыңа шығарып жатсыңдар. Қаяқтарын нені міне жерде қараусыз қалған үйіме тығып қойып. Сөзіне ие болыңыз тәте. Сен де өзің байқап жұмысыңды істе. Бұл жерде менің баламның өмірі қылыштыда тұр. Маған баламның өмірі керек. Не істеп отырғандарың міне көріп отырмыз. Бұның жүйім халық, вес Қазақстан азы бір сағат ақымен бәрі жер көретін болады. Қалай сендер подставить етіп адамның өмірін құртадың, не имеет права. Так что звук же будет просто. Она поснимает, мама.